Бәріне сәлем, бүгін өте оңай әрі жылдам дайындалатын восточный пирогтың рецебін қабылдаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды шағып, оның үстіне қантымызды салып көпіртеміз. Жақсылап көпіртіп, қанты ерігенше, сосын оған бөлме температурасына тұрған майымызды салып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разрыхлительімізді қосып, ұнымызды жақсылап араластырып, осы массаға ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Құрметті көрермен, рецепт ұнап жатқан болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Қамырымыз дайын, өте тыңдағыш қамыр болу керек, жұмсақ. Формамызға майымызды жағып аламыз, жақсылап барлық жағына жеткізіп. Дайын қамырымызды осы формаға жақсылап жаямыз. Біркелкі етіп, барлық жеріне жеткіземіз. Міне біздің формамызда қамырымыз дайын. Енді начинкасына кірісеміз. Менде осындай жаңғақ. Жаңғақтың ірілерін осылай бөліп, майда бөліктерге бөліп дайындап алдым. Енді осы жаңғақты қамырдың бетіне сеуіп шығамыз. Оның үстіне мейіз салдым. Мейізді де жақсылап жаямыз. Біркелкі етіп. Енді үстіне сгущенка, яғни қоюлатылған сүтімізді құйып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. 20-25 минутта пісіп шығады. Міне менің пирогым дайын, ас болсын.